Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін осындай акриловый жіптен және мынандай ілмек бізден осындай снежинка тоқуды көрсететін боламын. Бұл сіздерге елкаға балаларыңызды қуанту үшін іліп қоятын боласыздар. Жаңа жылға қарсаңында осындай көбірек тоқып елкаларыңызға және шыршаларыңызға үйде іліп қойсаңыздар болады. Және де бізге осындай қайшы керек болады снежинка тоқу үшін. Ең бірінші бізге ораймыз. Міне көрдіңіздер ме? Іш жағы крестик, сырт жағы міне параллельный. Рабочий жібімізді бүйтіп ұстап қаламыз. Ілмек бізіміздің ұшын төмен қаратып тұрып, міне ілмек бізіміздің ұшын төмен қаратып тұрып, бүйтіп астынан, жіптің астынан саламыз. Рабочий жіпті тартып шығарамын. И міне айландырған кезде мына жібіміз, ілмектегі жібіміз асты крестик болып қалды. Бірін-біріне айқасып. Енді мына рабочий жіптен бізімізбен іліп алып, бізімізді былай салып ілеміз да, бізіміз төмен қарай бұрған кезде жібімізді бізіміз келдіге. Бірінші ілмегіміз дайын. Міне скользящая петля деген дайын. Осы скользящая петля деп аталады. Міне домалақ кольцо. Енді оны жіптің ұшынан тартсақ кішірейеді. Енді мына бізіміздің ұшын әрдайым төмен қаратып саламыз. Міне мына кольцоның ішіне салып, домалақтың ішіне салып, жіпті бізімізге іліп алып, міне жоғары қарап тұрып бізімізді салдым. Енді іліп төмен қарай бұрып, тағы да бір ілмек шығарам. Міне менде екі ілмек бізімде. Екі ілмектен бір ілмек шығарам. Бұл бізде столбик безнакида. Сонда нәрде менде қараңыздар, бір, екі столбик бар уже. Міне тағы да бір столбик кольцоға салдым. Тарт шығардым. Бізімде екі ілмектен бір ілмек. Үш столбик тоқыдым. Енді міне 4, 5, 6, 7, міне 7 столбик тоқыдым. Міне өрілген сияқты болып шығады. Енді жібіміздің ұшынан кольцомызды сол қолымызбен ұстап тұрып, оң қолымызбен жіптің ұшынан тартамыз. Сөзі міне өсіп жиналады. Міне домалақ болып жиналды. Бұны кейбір кісілер кольцо, волшебное кольцо деп те атайды. Міне енді мына жерде қарасаңыздар, ең бірінші міне столбигіміз тұр. Сол столбиктің міне екі жіптен аламын. Мына жіпті іліп алып, мына жерден де мына бірінші ілмектен шығардым, екінші ілмектен де шығардым. Бұл бізде соединительный столбик. Енді бір петля подъема. Тура міне осы жерге тағы да бір столбик без накида тоқимын. Міне екі ілмектен бір ілмек шығарамын. Енді ілмегімде бізімде бір ілмек бар. Міне 2, 3, 4. Келесі мына столбигімізға салды қоя. Енді келесі міне мына столбик. Столбик без накида. Бір ілмек бар. 2, 3, 4. Міне енді мына жерде столбик без накида бар. Енді мына жерде келесі столбикқа міне столбик без накида қосам. Міне 1, 2, 3, 4. Міне мына жерде уже тоқылған келесі столбик мына жерге. Столбик без накида тоқимыз. Біреу бар. 2, 3, 4. Осылай айналдыра, міне осылай тоқып шығу керекпіз. Мынандай көздер тұр ғой, міне көздер, арочкалар 1, 2, 3. Осыдан 6 болу керек. Соны айландыра тоқып шығу керексіздер. 6 арочка. Міне қарасаңыздар, міне 1, 2, 3, 4, 5. Енді бір ілмегім бар, міне
2, 3, 4, 4. Енді мені келесі мына жерге қосамын бұл. Прям мына жерге қосамын. Міне гүл сияқты болып шықты. Осындай қалып сіздер мысалы неше түрлі не жасай аласыздар. Мысалы бұны гүл қылып домашний тапочкаға, сумочка детский, болмаса қыздардың резинасына әдемілеп жабыстырып қойсаңыздар болады тігіп, иә. Енді біреу бар, иә. 2, 3. Енді қараңыздар, накид. Бізімізді жіптің астынан алдым, міне накид. Енді мына арочкаларға тоқимыз, көздерге, иә. Міне бізімде 3 ілмек, мына кейінгі 2 ілмектен шығарып аламын. Бұл бізде соңына дейін тоқылмаған столбик с одним накидом. Енді қайтадан накид. Кейінгі міне 2 ілмектен, мына жерде 2 ілмек бар, 2 ілмектен 1 ілмек шығарамын. Міне накид. Соңғы 2 ілмектен шығарамын. Накид. Қайтадан тура бір жаңағы арочкадан алып жатыр. Бір көзден ғана, е. Қазір мына жерде дұрыс шықпай қалды. Міне кішкене жылжытамыз. Накид. Міне кейін соңғы мына 2 столбиктан ілмегімді бір шығарып алдым. Мына жерде қарасаңыздар, мынау менің ең бірінші, бұл воздушный столбигім, цепочкам, 3 воздушный цепочка, міне бірінші тұр. Одан кейін мына жерде дұрыс ілінбей қалыпты қазір. Жібім дұрыс ілінбей тұр. Енді мына жерде қарасаңыздар, соңына дейін тоқылмаған столбик, бір накидпен столбиктер тұр. Міне 1, 2, 3, 4, 5. Общий бізімде 6 ілмек бар. Міне қарасар. 6 ілмекті 1 ілмекпен қосамын. Міне 1 ілмекпен қосамын. Міне бекіттім. Енді міне 1 ілмек бар. 2, 3, 4. Сосын тура мына жерде қосқан ілмегімізге қайтадан қосамын. Қараңыздар, соединительный столбик. Мына жерде 1 ілмегі бар, е. 2, 3, 4, 5, 6. Қайтадан тура осы жерге соединительный столбик қосамыз. Міне 1 ілмек бар. 2, 3, 4. Қайтадан тура осы жерге соединительный столбик қосамыз. Міне. Мен соединительный столбик қостым. Енді бір ілмек бар, я. 2, 3. Енді мына жердегі тура мына столбигіміз ғой. Столбик без накида сол жерге тоқимыз. Соединительный столбикпен міне. Міне. Бірінші біздің снежинкамыздың бір шеті дайын болды. Енді қайтадан міне 1 ілмек бар. 2, 3 накид. Енді міне кейінгі 2 ілмектен шығарып аламын. 1 ілмек, міне 1. Міне ең соңғы 2 ілмектен тағы шығарып аламын. Міне 2. Үш. 4. Накид. Соңғы
2 ілмектен шығарамын. Міне 5. Дұрыс шықпады қазір. Міне 5. Ілмек біздімде 6 ілмек бар мына жерде. Қарсаңыздар, мына жақта үшеу, бір шетінде үшеу, бір шетінде екіншінде үшеу. Енді қайтадан барлығын қосамыз. Енді бекітемін соединительный столбикпен. Қайтадан міне 1, 2, 3, 4. Тура мына жерге қосылған жіпке міне соединительный столбик жасаймыз. Бұл бізде мынау пико деп аталады. Мына жерде менде 3 пико бар. Мына жерде бір пико жасадым. Қазір міне екінші пико жасаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тура мына жерге соединительный столбик жасаймын. Біреу бар. 2, 3, 4. Тура мына жерге қайтадан соединительный столбик жасаймын. Енді бір ілмек бар біздімде. 2, 3. Қайтадан мына жерде тұрған, мына жерде тұрған столбик без накида бар. Соған біріктіреміз. Соединительный столбик. Міне. Мына екеу тоқыдық, 2 шетіне. Енді мына жерге 4 бар, әлі 4 көз бар. 4 көзге өздеріңіз ары қарай бір көзге осындай бір әдемі қылып осындай столбиктер тоқып шығу керексіздер. Енді мына өздеріңіз айландыра мына жерге тоқып келіңіз, қосылған жерін көрсететін боламын. 6, мына жерде 6 жапырақ тоқып шықтым. Енді мына мен соңғы жаңа тоқып жатқан жапырағым. Мына жерде воздушная цепочка. Воздушная цепочканы мына жердегі міне тұрған столбик, ең бірінші столбик без накида. Осыған міне осылай соединительный столбик жасаймыз. Енді міне осылай воздушная цепочка жасаймыз. Бұл жаңаға ілуге арналған ілмек. Осындай ұзындау қылып жасаймыз. Енді осыны міне осындай әдемі шықты. Енді осыны алып мына жерге тура сол жерге жанына қосамыз. Міне шығардым. Сразу мына жерден шығарып аламын. Міне осындай болды. Енді мына жіптерді артына көрінбейтіндей қылып бір жерге байлап қою керекпіз. Шашылып жүрмейтіндей. Жарайды, бұны кейін байлап бүйтіп тығып қоямыз. Міне осындай әдемі снежинка шықты бізде. Енді менде мына жерде тағы да осындай снежинка бар. Бұғанда ілетін несін тоқып жасақ болды. Міне тура осындай снежинка тоқып қоңыр түсті. Және алдында тоққан осындай үлкен снежинка бар. Осының бәрін сіздер тоқып, кәделеріңізге жаратыңыздар. Ұнап жатса менің каналым подписка жасап, лайк басып қойыңыздар.